Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Маған тіркеліп кетіңіздер. Осылай 1 килограмм грибы қажет болады. Осыны жақсылап тазартып, астындағы гармошкасын барлығын пышақтың көмегімен алып тастап, және де ножкасын шамалы беткі бөлігін кесіп тастайтын боламыз. Бұл жерде менде 1 килограмм грибы. Бұны мен 2 рет қолдандым, 2-ге бөліп. Сіздер 1 минутте барлығын қоссаңыздар болады. Бізде үйде 2 адам болғандықтан мен 2 рет пайдаландым. Осылай толығымен несінен астындағы гармошкасынан тазартып аламыз. Осы гармошкасынан көптеген мусорлар шығады. Оны жаңағы жуысаңыздар да кетпейді, сондықтан мүмкіндігінше тазартып тастаңыздар. Осылай жақсылап ағып тұрған суға жақсылап жуып тазартып алатын боламыз. Осылай аппақ болып, әдемі болып шығады. Және де орташа отта 45 минуттай қайнатып алатын боламыз. 45 минут қайнатсаңыздар, жаңағыдай қорықпай жақсы қолдана беретін боласыздар. Және жартылай пісіп тұрады. Егер де жаңағы улық ма деп солай күмәнданатын болсаңыздар, міндетті түрде 45 минут қайнатқан қажет. Осылай картошканы да жақсылап тазартып, орташа қалыңдықта турап алатын боламыз. Картошканың көлемі, грибыдың көлемі қалауларыңыз бойынша. Біз кішкене картобын көбірек қостық. Егер де сіздер грибыдың көп болған қаласаңыздар, онда 1 кило грибыды бірден қолдансаңыздар болады. Себебі ол қайнатылған кезде кәдімгідей кішірейіп, көлемі азайып қалады. Осылай сүзіп, суын төгіп тастайтын боламыз. Және кішкене де суғаннан соң осылай соломка тәріздес етіп турап алдым. Әркім әртүрлі турайды. Бізге осылай санарлықтың кішкене көрініп тұрғаны ұнайды. — 45 минут қайнағаннан кейін жартылай піскен. Осы сәтте табамызды қыздырып алатын боламыз. Сұйық май қойып, грибымызды қызартып қуырып аламыз. Шамамен 15 минуттай грибыды қызартып қуырылғаннан кейін бетіне картопты сеуіп, тағы да картоп кішкене сарғайғанша 10 минуттай тағы да қуырып алатын боламыз. Осы сәтте шамалы тұз қосып, дәміне қарай тұз, дәмдеушілер қолдансаңыздар болады. Тағы да картошка кішкене қызарылғанша, сарғайғанша жақсылап 10 минут қуырып алдым. Енді жаңағы шамалы 1 пиала су құйып қолдансаңыздар болады. Шамалы 1 пиала су құйып, бетін жауып, баяу отта бұқтырып алдым.
Осы сәтте тұзын көресіздер. Бетін жауып, баяу отта бұқтырып алатын боламын. Осы су кішкене тартылмай тұрып, бір пиязды, орташа көлемдегі бір пиязды жақсылап турап, беткі бөлігіне салдым. Тағы бір жақсылап араластырып, бетін жауып, бұқтыратын боламыз. Минутта пісіп шықты. Өте дәмді болды. Беткі бөлігін пиязбен сәндедім. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бір жасағаннан шығады. Ас болсын.